Ассалаумағалейкум, қалың елім, қазағым армысыздар, алталаш алдарыңызда Серікжан Біләшұлы. Қысқасынан қайырайық. Біріншісі, Қытай билігі бұғанға дейін Трамптың Қытай сапарын ашық әшкере жарияламай тұрған. Тіпті бүкіл дүние жүзі Трамп Қытайға барады, бармайды, барады деп сөйтіп неше түрлі әңгіме айтып жатқан кезде Қытай билігі тіпті шетелдік журналистердің сұрағына жауап бермей, Трамп Қытайға келе ме, келмей ме деген мәселеде мүлде үнсіз қалып отырған. Енді Қытайдың сыртқы істер министрлігі Трамптың келетін уақыты, орнын, оның және қашан қайда баратынын, қай жерде Ши Цзиньпинмен шай ішетінін бәрін жазыпты. Бір белгілі болғаны, Трамп осы жолы Қытайда болады, бірақ өте қысқа мерзім. Бірақ екінші бір нәрсе белгілі болып тұр. Ол Американың қазына министрі, Қытайдың қазына министріменен Кореяда кезігеді екен. Бұл бір қызық жағдай. Бұл бірақ әлде бір шетелдегі, Еуропадағы, Америкадағы қытайшыл медиаларының жазып жатқандай, Қытай қазына министрін қабылдамады, сен кірмейсің елге деп, сосын оны сен Корей жақта кезік деп айтыпты. Американың қазына министрлігіне осылай наразылығын білдіру арқылы Қытай өзінің бір мына экономика, кедендік салық, тағы басқа мәселелер жөніндегі Америкаға наразылығын білдірді деген сияқты. Оның бәрі оттаған сөз. Әдетте бұғанға дейін Америка мен Қытай ортасында тура мәселе ушығып тұрған кезде де, ушықпаған кездерде де қазына министрлігі сыртқы сауда, кедендік салық, тағы басқа мәселелерді қарастыратын бұндай келіссөздердің көбі шетелде болады. Ескі кезді қарасаңыздар, бұның барлығы жазулы тұр. Сондықтан бұл арада оны жаңағы тәптіштеп айтып отырудың керегі жоқ. Екіншіден, Қытай Трампты жаңағы босағасынан кіргізіп, бірақ ол тағайындаған қазына министрін кіргізбейді деген ол логикаға сыймайды. Бұл екі. Бұл әдетте қазына министрлерінің өзара келіссөзі кәдімгідей бұл ұзаққа созылатын және кәдімгідей ырғасатын, арбасатын сондай келіссөздер. Ал Трамптар бұл арада ол тек принциптік дипломатиялық жаңағы ең негізгі жүлгелік мәселелерін шешеді, ал ары қарайғы тиыны санайтын, тиынымен қосып тебенін санайтын мәселенің барлығын сол министрлер шешеді. Сондықтан олар Корейде жүздесетін болып отыр. Бұл бек. Екіншісі, қазірге дейін Қытайдың өзінің жергілікті әлеуметтік желі қолданушылар, сол Пекиндегі Шуду International Airport, яғни Пекиндегі жаңағы Қытайдың Астана халықаралық әуежайы дейтін жер бар. Шуду деген қытайша Астана, капитал деген сөз. Сол әуежайды торуылдаған Қытайдың блогерлерінің күндіз және түнде, енді ойлашы, 24 сағат аңду деген сөз. Бұл Қытай блогерлерінің де сондай бір осы жолғы кездесуге жіті назар салып отыруда. Бұл да Қытай дейтін елдегі экономика, тіршілік, оқу, сауда, бизнес бәріне тіке қатысты нәрсе. Егер осы жолы мына тіркіс шал барғанда Қытаймен тіл табысса, онда Қытайдың экономикасына жан кіреді. Егер осы жолы тіркіс шал барғанда ана Қытайдың қыңыр шалы екеуі ұстасып қалса, онда бітті, Қытайдың экономикасы күйреткіштік соққыға ұшырауы мүмкін. Бұл жердегі Қытай блогерлерінің жанқиярлығына менің бір таңырқағаным, Қытай блогерлері күндізде де, түнде де сол Пекин әуежайына, ол дегеніңіз енді қаладан мен білгенде кемі 40-50 километр алыстағы әуежай. Әдетте сол Пекин әуежайына біз Алматыдан ұшып барамыз. Алматыдан ұшып барып Пекин әуежайына түскенде, сол қаланың орталығындағы қонақ үйге дейін кем дегенде 120-130 юан кетеді. Тіпті бір мізғап алатынсың ана көлікте. Ол соншалық алыс әуежай. Ол Алматының қала ортасы, Алматы әуежайы мен қала ортасына салыстыруға келмейді ол. Алматының әуежайы мен Алматының қала ортасын былайша айтқанда жаяу баруға келетіндей жер деп айтуға болады. Ол кезде жаяу баратындай жер. Ал анау Пекин әуежайы сонша алыс, соның өзінде
Қытайлар күндіз де түнде де түннің бір уақыты таң ата қонған Американың жаңағы арнайы алып жүк таситын ұшақтарының қонғанын санаған. Бұндай ұшақ ешқашан Қытайға жаңағы коммерциялық бағыт, басқа бағыттармен ондай ұшақтар қонбайды. Әдетте бұл ұшақтардың қонуы тек сол Трамптың келуіне ғана байланысты болады. 12 мәрте рет қоныпты. 12 мәрте рет. Енді бұл жерде бүкіл сарапшылар айтып отыр, жарты Ақ үйді көшіріп апаратындай болды дейді. Яғни Трамп осы жолы Пекинге барғанда қысқасы Ши Цзиньпинге қыр көрсетіп отыр. 12 мәрте алып Американың жүк ұшағы Пекинге қонып отыр. Бүкіл жаңағы оның ішінде әрине Трамптың әр жолы шетелге барғанда алып баратын анау өзгертілген анау жаңағы жыртқыш деп аталатын Кадиллак көлігі. Ол Кадиллак көліктің жаңағы есігінің қалыңдығының өзі мына менің иығымдай, былайша айтқанда 30-40 сантиметр есіктің қалыңдығындай болады. Есіктің қалыңдығының өзі кәдімгі. Оған енді кәдімгі иыққа қойып ататын зымырандатсаң да ана көлік нетпейді. Тіпті ода алдымен жүрген кезде анау көлік бірдеңеге ұрылғанда рөлге ұрылатын жаңағы не бар ғой, анау шар бар ғой, сақтандырғыш. Ол да жоқ. Неге? Ол неге ұрылса да оған қауіп келмейді. Оған айнегіне оқ ату, пулеметтен оқ жаудыру, минометтен оқ жаудыру туралы иыққа қоятын түтікті нелерді атсаң да, қанатты зымырандар тисе де ана көлік бықпайтын көлік. Оның енді есігінің қалыңдығының өзі мынандай қалыңдық болып отыр ғой, сөздің шыны. Кісінің иығындай қалың есік. Одан оның ішінде жаңағы президенттің қан типіне ұқсас келетін қан типтегі бәленбай не, Ақ үймен тіке хабарласатын, төңіректегі анау сигналды жауып тастайтын құрылғыларға бағынбайтын, Ақ үймен тіке хабарласатын құрылғы, ішінде жаңағы тіке атом қаруларымен тіке байланысатын байланыс құрылғысы, қысқасы бәрі бар. Бұндай көлік. Енді қазір сарапшылар айтып отыр, осы жолы Американың Қытайға тасып апарған арнайы Американың амандық қызметкерлерінің, яғни Трамптың амандығын сақтайтын қызметкерлердің өзінің мінетін көлігі 60-тан асуы мүмкін дейді. 60-тан асуы мүмкін. Сонда ойлаш, 60-тан артық америкалық көлік, бәленбай 100 адам, Трамптың арнайы көлігі оқ атпайтын. Енді оның түсетін қонақ үйі, оның бүкіл қабырғасын тексереді, бүкіл кілеміне дейін қопарып алып тастап, құдай біледі, ана төсек керуетіне дейін алып тастап, сол Америкадан алып барған керуетті қояды. Міне көрдіңіз ба? Енді оның енді бүкіл ана жерде тыңдағышы бар ма, видеоға түсіргіші бар ма, бәрін аспабымен тексеріп бақылап жүреді. Және бірі, бұл әдетте Трамп өзінің одақтас елдерін Еуропаға барса бүйтпейді. Еуропаға барса тіпті қаласа ана дәу оқ атпайтын көлігінде ол өте сирек апарады. Бірақ алдыңғы жолы ол өзінің 45-ші кезекті президенті кезде, Байденнен бұрынғы кезінде 2-ақ рет жаңағы жаңағы жүк көлігімен, жүк ұшағыменен апарғанда сол өзінің оқ атпайтын Кадиллак анау жыртқыш дейтін көлігін апарған. Бірақ бұл жолы 12 мәрте барып отыр. Енді сөздің шыны керек, Трамптың аузын сүртетін сүлгі орамал қағазынан тартып, қысқасы керек жарағының бәрі енді білмейсің не тасып алып бар, тұтасымен Ақ үйдің жартысын көшіріп апарды Пекинге деп отырған. Бұл Трамптың 3 ретке, 4 ретке қастандық ұшырағаннан кейінгі туған бір психологиялық сақтық болуы мүмкін. Енді 3-4 рет қастандық ұшырады ғой енді. Мынау бір рет адамды жылан шақса, ала жіп көрсе де қорқып қалатын бір құбылыс болады ғой адамдар, бір рет жылан шаққаннан кейін мысалы, шошып қалады. Мысалы бізге жала жабылып, сатқындықты көре беріп, күні кеше жарты жарманы бөліп жеп жүрген, басына ауыр күн тугенде біз көмектесіп жүрген, күні кеше бізден әкесінен көрмеген жақсылықты көріп, бірақ күнде бізге жаңа жау болып бізге қарсы үріп кеткен, құдай-ау, кеше ғана дос едік қой, жолдас едік қой дегеніне қарамайтын, осындай сатқындықты көргеннен кейін, мысалы, бізде де синдром қалып қалды. Мысалы, менде қазір бір синдром бар. Мен жаулардың
жаңағы өліп талып өкіріп бақырып шақырып қақырып жатқанына мен бықпайды екен. Бірақ жаңағы кезінде осы тура әкесінен көрмеген жақсылықты бізден көргендердің бізге жасаған бір сатқындығына, арсыздығына, немесе солардың бір әлеуметтік желіде бізге қарсы бір жазған бір екі абзац сөзіне, қысқасы соған мен қатты үлкен синдром болып қалды. Мен мына қазақтардың арсыз, тайғақ, ұятсыз, екі беткей сата салғыштығына менде синдром қалыптасып қалған. Мысалы, осыдан бірнеше күн бұрын бір топ жаңағы қыз жігіттер мені шақырды. Енді ішінде жастары да бар, үлкені де бар. Сонымен дастарқандас болдық. Жаңағы үлкен ресторанда кезіктік, сөйлестік, анау мынау. Енді сөйлесіп отырып, мысалы, менде қайсың киембекесіңе деген күдік тұрды да. Артынан барып өзімнің ойымнан өзім ұялдым. Неге мен бәрінен күдіктенуім керек? Бірақ күдіктенбейін десең, әкесінен түгіл 77 әкесінен көрмеген жақсылықты бізден көрген адамдардың бізге қарап үріп кеткен сатқындықтарына жала жауып, Құдай-ау, менен жақсылық көрдің ғой. Енді жарайды, мен де саған жақсылық істеймін, бірақ кем дегенде менен жамандық көрмедің ғой. Неге үресің маған? Мен көрге кіріп көміп тастағаннан кейін де саған бір зияным жоқ еді ғой деп айтқан адамдарым болды. Мен саған осы менен тек қана сен тек алып отырдың ғой, жақсылық алып отырдың, көмек алып отырдың. Енді кеп неге үрдіге? Енді саған келе жатқан, мен саған беретін әлі де жақсылық жасайтын едім ғой, әлі де ақша беретін едім, әлі де ананы істейтін едім, мынаны істейтін едім. Енді не болды? Енді үрмейік, кем дегенде аузыңды жауып, Серікжан иттің етінен жек көремін, бірақ үрмеймін деп неге тоқтап қалмадың деп бір топас қатынға айтқаным бар болатын. Бір топас, туған туысы топас, ми істемейтін, ми несек деп кеткен бір топас қатын жаңағы оттап неше түрлі жаласын жапқанда айттым: ит қатыны, Құдай-ау, төбеңнен Құдай теуіп қойған неме, сен енді үрмей-ақ қоймадың ба енді? Мені жек көріп, бірақ үрмей-ақ қоймадың ба енді? Бүкіл ел сені қарғайды ғой енді. Сенің аңырап еңіреп аузы басың қанжоса болып жүрген кезде сенің басыңнан сипаған кім еді? Осы біз едік қой, ата жұрт едік қой сен. Байыңнан таяқ жеп қанжоса болып жүргеніңде, жүн жеп жабағы тышып жүрген кезіңде, үрер китің сығарға битің жоқ кезде осы ата жұрт еді ғой сені адам қылған, сені елдерде сені адам деп білсін деген. Қазір менде синдром қалып қалған да, жаңағы адамдармен сөйлесіп отырып сөйтіп, мүмкін сен бүгін қазір секе сіз қандай керемет адамсыз деп отырып, мүмкін ертең үретін шығарсың деп қазақтарға деген сенімім нөл болып қалған ғой. Бүгін мүмкін өстіп сөйлеп күліп секе деп отырып, мүмкін ертең әлеуметтік желіде үріп тура балтырымнан тістеп қанжоса қылатын шығарсың, мүмкін деп жаңағы ойланып қалады екенсің да. Менше Трампта да сол синдром бар. Осы жолы енді сұмдығы керек. Бүкіл мынау батыстың енді президенттердің осындай істеріне жаңағы қарайтын адамдар жазып жатыр. Ақ үйдің жартысын көшіріп алып баратын сияқты Пекинге деп сөйтеді. Енді ойлашы, өзі жиын ашып отырған анау Вашингтондағы анау жаңағы Хилтон қонақ үйі, өңкей президенттер жиын ашатын жер. Баяғыда тура сол қонақ үйде Рейганды атқан. Енді осы жолы Трамп аз қалды енді. Трамп отырған залдың алдында, қақпаның алдында ұсталды. Сонда аналарың сол бүкіл қонақ үйді құрсаулаудың орнына, ана Трамп қонағасы беріп отырған үлкен залдың алдында ғана тұрған ғой, болды. Яғни сол жерге дейін келе алады ана қызмет, анау жаңағы оқ ататын келлер сол жерге дейін келе алады. Ана есікті ашса, залда Трамп отыр. Сонда Американың мына күзет қызметінің бәрі қой болып кеткен ба деп ойлап қаласың да. Бірақ ол қонақ үйде мен де болғам. Алдыңғы жолғы анау 3 реткі саммит, солар сол жерде болды. Мысалы, кейде бір бейресми кездесулерді сол жерге ұйымдастырады. Енді жәрден қымбат, енді сұмдық қымбат, енді сол жерге барып жаңа кездесесің, жаңағы
енді кейде ойлаймын, осы президенттер неғып сондай бір жерді таңдайды екен, өздерінің президенттердің арнайы сондай қонақасыларын беретін, арнайы бір тек сондай кезде пайдаланатын ғимарат неге салмады екен деп ойлап қоямын да. Енді ол тоталитарлық елдер ғой, сала салады ғой, бір бұйрық береді, ешкімнен сұрамайды. Енді ол Америка ғой, демократия, ол басқасы басқа. Ақ үйдің қонақасы залын ремонттау үшін конгресстен әрең рұқсат алып, ол бермей сотқа жүгініп, сот мақұл, енді ремонттасаңдар ремонттаңдар деп сот рұқсат беріп, ақ үйді Трамптың енді ремонттап жатыр ғой, мысалы. Оны енді ремонттап жатырмыз, ақ үйдің қонақасы залын, құда келгенде күтетін қонақасы залын ремонттап жатырмыз дегенде, ана өткенде Англияның патшасы Чарльз үшкел баяғыда бізде сіздердің ақ үйге біраз ремонт жасағанбыз деп шалыңда сөзбен пісіп кетті ғой. Баяғыда ол Англия сол ақ үйді басып алып, өртеп, жаңағы сол ақ үйдің сол шетін жаңағы қиратып кеткен кезі болған, мысалы. Оның соны бізде шамалы ремонт жүргізгенбіз, ақ үйге дақпады ғой. Англияның патшасы да өткен кезде еске салып, ана америкалықтардың жарасына бір тұз сөгіп кетті. Ошалыңда жай келген жоқ, жаңағы әлгі бір құдалықта отырып, құдасын мақтап отырып тістеп алатын бір тіркіс қушалдар болады ғой, қазақтарда бар өзі. Жаңағы, ой құдеке алыңыз, құйрық бауыр асаңыз енді құдамыз деп отырып, анау 40 жыл бұрынғы бір ескі бірдеңкені қоңырсытып кеп тістеп алатын бір тіркіс шалдар болады ғой, күліп тұрып ашта жуаменен пісіп алатын, ана күлкісінің әзілінің арасына қанжар жасырып, істік жасырып жіберетін шалдар болады. Ана Англияның шалы да сондай шал екен. Енді осы жолғы Американың Қытай сапары, енді сөздің шыны, бүкіл дүниені таңырқатып отыр. Бізде мысалы бұл сапарға қатты жанталастық, сөздің шыны. Қытайда жатқан мынау Әлімнұр Тұрғанбайды босату туралы бәленбай адамнан хат кіргіздік. Енді білмеймін, енді мен жан жағымнан өзімнің адамдарым арқылы, жаңа таныс конгрессмендер арқылы, Қытайда қамауда отырған зиялылар, мысалы Қанат Ережеп, анау доктор кім, Думан Жақып, абайтанушы Әділ Семейхан, бүкіл ақпараттағылар бар. Және нақақ қамалып отырған Қазақстан азаматы кім, Әлімнұр Тұрғанбай, осы сияқты азаматтарды босату мәселесін Ши Цзиньпинмен сөйлесу. Қытайдың енді Қазақстанда қазір концлагер ашып, міне Бекзат Мақсұтхандарды қаматып отырғандығын Қазақстан билігінің қолымен осы мәселені көтертіп бәрін енді неттік. Кеше Америкадағы сол біз білетін, өткенде мынау Қазақстанда 18 азаматтың нақақ қамалғанына байланысты арнайы Қазақстанның Америкадағы бас елшілігіне хат түсірген Американың жаңағы Джеймс МакГовern конгрессмені, сосын мынау мен үнемі сөйлесіп кездесіп жүретін мынау Америка конгресінің Қытайсы жөніндегі атқарушы комитетінің тең төрағасы Крис Смис конгрессмен, тағы басқа бір топ конгрессмен Трампқа осы Қытайдағы концлагер мәселесін көтеруді Ши Цзиньпинмен кездескенде айтып отыр. Білесіздер, Крис Смис осыдан сәл бұрын анау Гонконгтық Алма журналының бас редакторы және иесі Джимми Лейдің қызын ертіп Трамппен кезіктіргені бар. Сосын Крис Смиспенен мен бір сөйлескенде айтқанмен, Джимми Лейді айтыпсыз, енді біздің мына 18 қазақты да айтсаңызшы деп бір өтініш айтқан, мені де бір күні жетектеп Трамппен кезіктіріңізші деген ол кісіге. Енді ол кісінің назарында жүрсін деген сөз ғой. Ол кісіге мен сияқты мың таз хабарласады. Мың таз жылаған, еңіреген Тибет, қырылып қалған Рохинджа, анау христиандардан қорлық көрген мұсылмандар, мұсылмандардан қынадай қырылған христиандар, ойбай, ана Пәкістандағы христиан Пәкістандар, үндідегі хиндилер мен шиктер, енді бүкіл жер әлемде бірін бірі қырған, бірін бірі шапқан, бірін бірі шанаған, өртеген, қиратқан жауыз адамзат екенбіз ғой. Жауыз адамзат екенбіз. Соны кейде ойлайсың, жаңағы жаратушы Алла топырақтан адамды жаратамын дегенде, періштелер жер бетінде бірін бірі өлтіретін, өртейтін, қинайтын, азаптайтын, зұлымдық жасайтын осы
адам деген қауымды жаратасыз ба деп періштелер сұрады деп айтады деп жаңағы аталарымыздан естуші едік. Шынында да мынау Америкадағы жиналыстарға қатынасып жүріп, бүкіл жер әлемнің зарлаған, жылаған, еңіреген, бірін-бірі қырған, бірін-бірі өртеген, өлтірген, жаңағы зұлымдардан, күштілерден, озбырдан тепкі көрген әлсіздердің жаңағы, солардың бір серікжан біләші бар екен әрқайсысының. Солармен сөйлесіп отырып кейде түңіліп кетеді екенсің. Әрқайсысы өзінің халқының, өзінің қауымының бір серікжаны, міне соларды көріп отырып түңіліп кетеді екенсің да. Бұл не деген қауымбыз, не деген бұл адамзат деген қауым, бұл қандай жауызбыз деп жаңағы түңіліп кетеді екенсің. Енді Трамптың осы жолы Қытай сапарында бүкіл дүние біледі, 3Т деген тақырыпты талқылайды. Біріншісі тариф. Кеден салығы, тауарға қоятын салық, Қытай кемелердің Америка портына кіргендегі неше түрлі салықтары бар, алман салығы бар, сол мәселені талқылайды. Тариф. Бір Т. Екінші Т. Технология. Бұл Америка сол Қытайға жаңағы экспорттайтын чип мәселесін қиындатып қойған. Яғни ол чип дегеніңізде де ол бір түрлі болмайды екен, оның бәленбай 100 стандарты болады екен. Мынандай жылдамдықпен істейтін чип, мынандай категориядағы чип, жаңағы басы сақылдап серікжан сияқты істейтін чип деген бір чип болады екен. Басы сақылдап Илон Масктың басында істейтін чип деген чип болады екен. Эйнштейннің басындай сақылдайтын чип деген чип болады екен. Соны баяғы береді екен енді ары қарай. Енді одан жаңағы ары қарай сол чиптерінің ең төмендері ары қарай төмендеп Қазақстанның топас депутаттарының басындай істейтін, мысалы Қазыбек Исаның, анау троечник 3-ке оқыған, анау төбелесіп жүріп оқу бітіргенін мақтан тұтатын кім еді? Анау Абзал Құспан, анау қаңтаршыларға жала жабатын. Солардың басындай чиптер бар екен де, сол Қытайға сол сияқты чиптерді сатады екен, төмен деңгейдегі. Ал жоғарғы деңгейдегі басы сақылдап істейтін чиптерді сатпайды екен. Енді соны Қытай Америкадан енді анау жоғарғы категориядағы чиптеріңді берсеңші, бізге анау Қазыбек Иса, Абзал Құспан сияқты чиптер, ол бізде онымен не жасайсың? Онымен шошқа қораның есігін ашатын және шошқа қораның есігін жабатын функциясы ғана бар, ондай пульттар керек жоқ. Бізге ана сақылдаған, басы сақылдап тұрған чиптер керек деп сұрайды екен, оны Америка сатпайды екен. Енді сол қысқасы технология. Американды көп нәрсені қиып тастады, үзіп тастады. Қытайдан келетін студенттердің жоғарғы ғылыми, әскери, ғарыштық, технологиялық салаларда, қару-жараққа, физикаға қатысты салаларда оқуына тыйым салып тастады. Оқисың ба, әдебиет оқы, өлең жазып, о деп жүре бер. Марк Твейнді айтып, тамсанып жаңағы жүре бер. Оқисың ба, психология, оқи бер жаңағы, оқ деп, депрессия деп. Оқисың ба, суретшілік, оқи бер. Бірақ мынау жоғарғы деңгейдегі технологиялық заттарды оқуға тыйым салып тастады. Содан бұл Қытайдың Америкаға жаңағы шпиондық мақсаттағы студенттерді жіберуіне жол жабылып қалды. Осы да мүмкін осы жолғы кездесуде талқыланатын тақырыптың бірі. Бұл 2 Т. Тариф және технология. 3-ші Т. Тайвань мәселесі. Бұл мәселе енді сөздің шыны керек, өте күрделі мәселе болып тұр. Қазір бүкіл дүние жүзі қазір осыған қатты назар салып жатыр. Трамп Тайваньды сатады, сатпайды болып тұр. Енді сөздің шыны керек, Тайваньда да өзгеріс болып жатыр. Тайваньның конгресінде қытайшылдар басым орынға шықты. Американың өзі Тайваньға бұғанға дейін сатпаған қаруларына шектемені алып тастап, Тайваньға 14 миллиард доллар тұратын қару-жарақты сатуға рұқсат береміз дегенде, енді Тайвань сол 14 миллиардты бюджеттен бөліп, ана Американың қаруын сатып ала қоятын кезде, Тайваньның конгресінің ішінде қытайшылдар басым орынды иелеп, олар жаңа өткендегі Тайваньның Гоминдан партиясының төрағасы Қытайға барып
саяхаттап қайтқан сияқты бұларың да сол Қытайдың жаңағы биткоины бар, жаңағы тағы басқа анау жаңағы не дейді анау әлгі криптовалюталық ақшалары бар. Бұлардың аузы байланып қалған. Сонымен Америка беретін қаруды, қолдары жетпей жүрген қару, соны алуға бюджеттен ақша бөлетін кезде қытайшылдардың даусы басым болып, ақша бөлінбей қалды. Бұрын бұлар жалынып Америкадан ала алмай тұғын. Ақшамыз бар міне деп тұрып ала алмай тұғын. Енді Америка береміз деп тұрғанда бұлар сол ақшаны Конгресстен бөле алмай қалды. Демек, Тайваныңда да Қытайдың жаңағы жұмсақ күштері өте көп болып отыр. Тыңдап отырсаңыздар, бөлісіңіздер, таратыңыздар, лайк басыңыздар, коммент жазыңыздар. 830 адам отыр екен, 325 лайк. Лайк басыңыздар, себебі ол біздің контентті, көрілімді арттырады. Білесіздер, мынау YouTube-тың ішінде қазір қытайшыл, Қазақстан билігі сатып алған, Қытай билігі сатып алған админдер жұмыс істейді. Мен бүгін таңертең таң бозынан тұрғанда бір пост салдым. Біздің соңғы 28 күнде көрілім 4,4 миллионға жетіпті. 4,4 мен қазір көре салайын, міне 4,4 миллионға жетіпті, міне 4,4 миллионға жетіпті. Соңғы 28 күнде көрілім. Бұл YouTube Studio деген бөлек тәуелсіз бағдарлама, YouTube-тың бағдарламасы, бірақ бұл сол YouTube-те видео салатын біз сияқты азаматтар қолданады. Ал соңғы 28 күнде 4,4 миллион көрілген біздің каналдың қазіргі көрілім саны видеолар 30 мың, 40 мың, 50 мың деп қана тұр. Ал былтыр осы уақытта каналымның ең жоғарғы көрілімі 2 миллион болып көрініп тұратын кезде менің әрбір видеом 100 мыңнан түспейтін. Әрбір видеом 100 мыңнан түспейтін. Енді қазір менің көрілімім 2,2 есе артты. Яғни былтыр 2 миллион кезде, қазір бізді қазір 4,4 миллион, 28 күнде 4,4 миллион көріліп тұр. 2 еседен артты. Бірақ видеоларымыздың көрілімі 30 мың, 40 мың, 50 мың болып тұр. Бұл мына YouTube-тың ішінде қазақ админдер, Қытай админдер отыр. Олар YouTube-тен 10 мың доллар айлық алып, Қазақстаннан, Қытайдан 100 мың доллар айлық алып жұмыс істеп отыр. Міне. Сондықтан сіздер оған керісінше жұмыс жасаңыздар, максимал таратыңыздар. Facebook-тың бетіне бөлісіп тастаңыздар. Ел ұнатсын, ұнатпасын, жек көрсін, жек көрмесін. Көзін ашса, көретіні серік жан болсын. Яғни, соқырдың көзінен жас шығатын, көр соқырдың көзінен жас шығатын, таскереңнің құлақ естейтін дей қылып таратыңыздар. Ал енді сөзімізді жалғастырайық. Бұл арада тағы бір қызық әңгімелер болып жатыр. Тайван мәселесі. Трамп Тайван сатады, сатпайды деген мәселе көп әлемдік деңгейде талқы болып жатыр. Әлемдік деңгейде талқы болып жатыр. Сіз қалай қарайсыз? Трамп Тайванды сата ма, сатпай ма? Сіз қалай қарайсыз? Тайван Қытай республикасы. Қытай халық республикасы. Екі Қытай, екі республика болып бөлек тұр. Біріккен ұлттар ұйымында 70 жылдарға дейін Тайван тұрған, яғни Қытай республикасы болып тұрған. Артынан барып мынау Киссинджер дейтін Джойд, Американың мемлекеттік істер бас хатшысы қазіргі Марко Рубионың орнында болған кезде, сол мынау Қытай компартиясымен жақындасып, Тайванды Біріккен ұлттар ұйымынан қудырып, орнына қазіргі коммунист Қытайды алып келді. Сіз қалай қарайсыз? Бұл маңызды бір нәрсе. Енді ақыры сөйледік, бірнеше маңызды тақырыптарды сіздерге айта кетейін. Кешегі Біріккен ұлттар ұйымының арнайы шешімі туралы ақпаратты біз YouTube-тың пост бөлігінде, Facebook-імізде салдық. Оны сіздер жаңағы оқып аларсыздар. Енді бұның аудармасын салдық. Біріккен ұлттар ұйымының бейбіт жиналу және бірлесу бостандығы құқықтары жөніндегі арнайы баяндамашысының және әйелдер мен қыздарға қатысты кемсітушілік мәселелері жөніндегі жұмыс тобының мандаттары. Бұл міне Қазақстан бойынша ал КАЗ 2 2026 анау мына. Құрметті жаңағы Мырзаханым,
деп басталады. Адам құқықтары бойынша тағы өстіп келеді де жаңағы Қазақстандағы ата жұрт қазақ адам құқығы ұйымының 18 мүшесіне қатысты дейді мысалы. Кейіннен қылмыстық кодекстің 174 бабы 2 бөлігі бойынша қылмыстық іс